Саламатсыздар ма? Құрметті менің тұрақты көрермендерім және менің каналымның қонақтары. Қазір мен сіздерге ешқандай сабақ емес, бір кішкене жүріс-тұрыс мәдениеті туралы бір өтініш айтқым келіп отыр. Мені қарайтын балалар менің баламдай, менің баламнан да кішкентай балалар, білмеулеріңіз мүмкін, үлкендер айтпаған шығар. Сіздердің бір нәрсені білмегеніңізге біздер үлкендер кінәліміз. Сіздерді үйретпеген, айтпаған. Сондықтан да біраз бір өтініш жасағым келіп тұр. Өздеріңіз білетіндей, мен біраз уақыт бұрын WhatsApp-тан сабақ бергенмін. Қазір ол сабақтарды тоқтаттым. Бәрін қазір мен бесплатно тегін осы мына YouTube-ға салып қойдым. Қазір өткенде жарнама жасағандай ағылшын тілінде тегін оқыттым, 8 сабақ жаздым. Сол 8 сабақтан кейін ары қарай енді элементарийға түсіп кетуге болады. Сол мына нөмірге хабарласыңыз WhatsApp бойынша деген жарнамалар қалып қалған ғой осы неде, YouTube-та. Енді маған балалар хабарласады. Онда тұрған ештеңе жоқ, Бірақ кейбір адамдар түнгі сағат 12-де, 11-де, тіпті түнгі сағат 3-те, таңғы сағат 4-те звондайды. Бұл өте дұрыс емес. Мен бұлай лақтырып сайым жаңағы звонокты, жоқ, ол қайтадан звондайды, лақтырып сайым, ол қайтадан звондайды. Енді бұл өте мәдениетсіздік. Бұл деген жаңағы сіз өзіңіз звондап тұрған адамды да сыйламайсыз деген сөз, өзіңіздің де кім екеніңізді, мәдениетіңіздің төмен екенін көрсетіп тұрсыз деген сөз. Жалпы мұғалімдерге, өзіңіздің енді Құдай сақтасын, түнгі сағат 3-4-те кім звондайды? Қандай да бір срочный аяқ астынан бір мынандай ат қуды жау шапты деген кезде звондайды, адамдар. Немесе мынандай нәрсемен жаңағы ішіп алып, жүріп жүрген қыздарына звондайтын, басқа достарына звондайтын, немесе бәрі бірігіп алады да, бір нәрсеге бәстесіп, соны сұраймыз деп звондайды. Бұны бәрі дұрыс емес негізінде. Ал енді танымайтын адамға, тіпті танитын болсын, мұғаліміңіз болсын, дәрігеріңіз болсын, тек қана анандай сіз біз деп аман сәлеміңіз дұрыс болып жүрген адамға кешкі 21:30-дан кейін звондау дұрыс емес. Соны естеріңізге ұстаңыздар. Мәдениетті болайық, бір-бірімізді сыйлайық. Ал таңғы сағат 3-те, 4-те, түнгі сағат 12-де звондау, адам деген оны ысырып тастаса, лақтырып тастаса, қайта звондау, ол мәдениетсіздіктің ең мәдениеттен бір жұрдай деген сөз. Енді сізге мүмкін айтпаған шығар ешкім, білмеген шығарсыз. Бұл соншама енді қалай жаңағы, это не вопрос жизни и смерти, да? Бірақ дегенмен де сол мәдениет болып жүргеніміз дұрыс. Қандай срочно шаруаңыз болып жатса да, өзіңіз танымайтын немесе жай ғана аман сәлеміңіз дұрыс адамға кешкі 21:30-ға дейін звондап үлгеріңіз. Егер одан кейін кеш болып қалса, одан кейін звондамаңыз. Таңертеңде күн бар бұйырса, ертеңде звондайсыз, сұрайсыз деген сияқты. Сосын қазір әртүрлі онлайн оқулар болып жатыр WhatsApp-тың нөмірлері беріледі. Егер WhatsApp-қа хабарласыңыз десе, WhatsApp-қа хабарласасыз. Ол звонда деген сөз емес. WhatsApp-қа бұйымтайыңызды жазасыз, сұрағыңызды қоясыз, сізге сол жауап береді. Сол сияқты кейбір мен қоғамдық орындарға бәріміз барып жүреміз. Мысалы үшін қоғамдық орында бәріміз пайдаланатын бассейн бар. Сонда мен көрем кейбір балалардың, мысалы үшін бассейн әдетте бөлінеді, мына жағы ерлер жағы, мына жағы әйелдер жағы деп. Ал кейбір балалар болады, мына өздерінің ерлер жағында жүрмейді, әйелдер жағына кетеді бұлай, немесе бассейн бұлай тік төртбұрыш болса, бүйтіп ұзын жүзу керек қой әркім. Жоқ, олар бұлай диагонали, бұлай, неше түрлі болып жүзеді. Сосын жан-жағында адам бар ма, оған қарамайды, аяқтарымен шуды шалбылдатып, кішкентай моторы бар қайық сияқты бүкіл айналадағы жұрттың бәрінің есін шығарады. Как будто бір содан басқа бассейнде адам жоқ сияқты. Адамдар қоғамдық орында жүргенде бір-бірімізді сыйлауымыз керекпіз. Мысалы үшін маған жан-жағымда түкірмейтін, қақырмайтын адамдардың болмағаны, немесе адамдардың түкірмегені, олардың мені сыйлағаны мен үшін өте маңызды. Өйткені мен өзім адамдарға сондай қарым-қатынас жасаймын. Менің түкіргенім біреуге жиіркенішті нәрсе ғой, қоғамдық орында түкіру деген, мысалы үшін. Сондықтан да мен түкірмеуге тырысамын. Түкіргім келіп бара жатса, мен всегда салфетка алып жүремін. Сосын кішкентай целлофан мешок алып жүремін. Сол салфетканың ішіне түкіріп, ананың ішіне салып, сосын мусорға тастаймын. Өзімді мақтап отырған жоқпын, шынымен де солай, Содан кейін әжетханаға отырудың білмейміз, біз аэропорттарда небір биткен нор киіп алған, биткен адамдар жүреді, өздерінше мәдениетті ақсүйектер.
туалетке қалай дұрыс отыруды білмейді. Туалетке отыру дегенде уже сіздің әжетханаға қалай сіз қолданасыз, сол біздің мәдениетімізді білдіреді. Немесе андай қасиеттілер жүреді, бастары байланған. Олар енді дәрет алады, бәрі дұрыс. Арт жақтары деген қопан болып жатады, төгілген су, төгілген жаңағы туалетный бумаганы қалай болса солай жыртып тастаған. Үйтіп сіздің діндар болып қасиетті болғаныңыз, үйтіп сенің бүйтіп мәдениетті болып норковый шуба киіп жүргеніңе былай ойлап қарасам, түкірдім деген келеді де, элементарный мәдениет артыңды жинап кету, өзіңнен кейін келетін адамға сыйластық көрсету мен үшін өте маңызды. Чем басқа жаңағы атрибуттар. Сондықтан да қарапайым ғана нәрсе. Отырдың ба әжетханаға, артыңды жинап кет. Бассейнге бардың ба, басқаларға кедергіңді келтірмей, жүзіп, жаттығуыңды жасап кете ғой. Театрға, киноға бардың ба, шыққың келе ма, адамдар көтендерін бетіңе дейін келтіріп былай өтеді. Олай емес. Құйрығымызды ары қарап, адамға мына алдыңғы жағымызбен қарап өтеміз. Кешіріңіздер, өтіп кетуге болма деп. Кешіріңіздер деген сөзді айтқанда тұрған ештеңе жоқ. Кейбір адамдар бар, кешіріңіздер, рахмет деген сөздерді әлсіздік деп қарайды. Ол әлсіздік емес. Ол просто сіздің келесі адамға көрсеткен сыйламыңыз просто. Ешқандай жаман нәрсе емес ол. Оны айтып, сіз былайша айтқанда лоқ болып қалған жоқсыз. Керісінше сіз бек тұрдыңыз оны, сол сөзді айтып. Рахмет десеңіз, сауапты сөз ғой, рахмет, кешіріңіз, сау болыңыз деген сөздер. Сол енді қазір ата-аналардың бәрі сол жаңа бала шағаны асыраудың қамымен әйтеуір балаларым мынандай айпадқа, планшетке, телефонға жабысып үнсіз отырса болды, мазасын алмаса болды деп қарап кеттік қой, енді ол басымызда бар нәрсе. Дегенмен де сол балалармен сөйлесіп осылай қоғамдық орында өздеріңді былай ұстаңдар, мына жерде былай ұстаңдар деп айтып қойған дұрыс, Сонымен енді сөге жамандамаңдар. Мендегі жас балдарға айтып отырған азды көпті үлкендік әпке, апа ретінде айтып отырған менің кеңесім. Сол мәдениетті болайық қазақтар, бір-бірімізге қамқор болайық, сыйлайық деген сияқты мақсатпен айтылып отырған бір өтініш бұл. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.